күн сәулесіне бөленген ескі араб қаласы. Базардың ішінде адамдар, түйелер, түрлі түсті шатырлар мен иістер. Ал орта жақта жас Аладдин кішкентай балаға жеміс беріп, мейірімділік танытып жүр. Артта қаланың көрінісі керемет. Кенет көлеңкеден зұлым сиқыршы пайда болып, Аладдинге жұмбақ үңгір туралы айтады. Аладдин ақыры үңгірдің алдына келеді. Үңгірдің аузы алтынмен жарқырап, тылсым нұр шашып тұр. Үңгір іші байлыққа толы, алтын, асыл тастар, тәждер. Аладдин таңырқап қарай. Кенет Аладдин ескі шаң басқан шамды көреді. Ол шамды абайлап қолына алады. Аладдин шамды сүрткен сәтте көгілдір түтінмен жарқыраған ұшқындар шығады. Шамнан алып джин шығып, күлкілі қуанышты кейіппен Аладдинге қарай. Джин қолын айқастырып, 3 тілекті орындай алатынын айтады. Аладдин қуанып кетеді. Аладдиннің бірінші тілегі сарайдағы ханшайымды көру. Джин сиқыр жасап, әдемі көрініс тудырады. Ханшайым гүлге толы бақта тұр, күн нұры оның үстіне түсіп тұр. Аладдин ханшайымға алыстан тамсанып қарайды. Аладдин екінші тілегімен ханзадаға айналады. Джин сиқырлы жарықпен оны өзгертеді. Аладдин мен ханшайым сиқырлы кілеммен аспанда ұшып жүреді. Аспан жұлдыздарға толы. Алайда зұлым сиқыршы олардың бақытын қызғанып, шамды ұрлап алмақ болады. Аладдин мен Джин бірігіп зұлым сиқыршыны жеңеді. Осылайша Аладдин мен ханшайым зәулім сарайда бақытты ғұмыр кешеді.